Қағбаны жөндеу. Пайғамбарымыз 35 жаста. Осы тұста Құрайыштар Қағбаның құлағалы тұрған қабырғасын қайта қалау, жөндеуден өткізу керек деп шешті. Өйткені ұзақ жылдардан бергі жауын-шашын тағы басқа сыртқы әсерлерден қасиетті қара шаңырақтың қабырғалары ескіріп, тоз-тозы шығып, мүжілгенді. Шатырсыз ғимараттың төбесінен аққан су іргетасына дейін жетіп, қабырғалардың әр жері құлап та қалған. Құрайыштар өзара кеңесіп, құрылысқа қажетті материалдарды қайдан табарларын білмей дал болып отырады. Осы кезде Мысырдан Жиддаға қарай бет алған Византияның кемесі Жидда қаласына жақындағанда құрғаққа шығып қалғаны туралы хабар жетеді. Мұны ести сала Құрайыштар оқиға орнына мән-жайды анықтау үшін бір топ адамын жібереді. Кемеге тиелген жүк жұмсақ ақтас, тақтай, темір бағана, яғни Құрайыштарға қатты дүниелер болып шығады. Келген хабаршылар кеме иелерімен келісіп, құрылысқа қажетті тақтайларды сатып алатын болады. Кеменің иесі саудагерге Меккеге еркін кіруге, салықсыз сауда жасауға рұқсат беріледі. Меккеліктер өз жерінде сауда жасауға келгендерден белгілі мөлшерде салық алатын. Кемеде Бакум есімді византиялық сәулеткерде бар еді. Құрайыштар онымен де танысып, Қағба құрылысына көмектесетін болып келісіледі. Келісім бойынша Қағбаның сәулет істерін византиялық Бакум, бас ұсталығын меккелік Қыбты есімді шебер қолға алады. Қызды-қыздымен іс бастап, Қағба қабырғаларын өруге келгенде меккеліктер ру-ру болып таласып қалады. Қалыптасқан әдет бойынша тағы да жеребе тасталып, ол бойынша Әбдіманап пен Зухра руына Қағбаның қақпасы мен алдыңғы жағы, Әбдуддар, Әсет және Әди руына Шам жаққа қараған тұсы, Шахым, Жақым және Амир руына Йемен жақ бұрышы мен Хаджарул Әсуат қойылған бұрыштың арасы, Мақсум мен Тәйім руына Сафа төбесі жағындағы Йемен тұсы тиесілі болды. Әр рудың адамдары өздеріне тиесілі жұмыстарына білек сыбана кіріскен. Қабырғалар бұзылып, Әзірет Ибрахим пайғамбар өз қолымен құйған іргетасқа дейінгі аралық түгелдей қопарылып алынды. Төменгі жағынан бір-біріне кіріктеле өрілген жасыл тастар көріне бастады. Құрылысшылар қыза-қыза ол тастарды да аршып, араларынан біреуі күректі бар күшімен әлгі тастардың түбіне соғып қалғанда, Мекке жері оқыстан сілкініп кеп қалды. Барша жұрт әуелгіде не болғанын біле алмай аңтарылып қалды да, мәселені ұққан соң үрейленіп бір-біріне қарасты. Мұның тектен-текке болған құбылыс емес екенін аңдаған олар Қаратастың атам заманғы іргетасын сол күйі қалдырды. Қағбаның айналасы құжынаған халық. Үлкені кішісі мықшыңдап тас тасып, қолынан келгенінше еңбектеніп жатыр. Қабырғалар әп-сәтте бой көтерді. Көз қорқақ, қол батыр деген. Ғимараттың ең төбесіне ұшар басына қасиетті саналатын қара тас қойылуға тиіс еді. Осыған келгенде рулар арасында тағы да талас шықты. Мәселе қасиетті тасты орналастыруға кім лайық дегенге келіп тіреді. Әр ру өзіне тартып, соңы ит ырқылжың таласқа, төбелеске айналар түрі бар. Ұрыс-керіс өршіп барады. Бұл бетімен кете берсе, бірін-бірі өлтіруден тайынбас. Ал шайқаса қалса, мол шығын шығары да белгілі. Тайталас 4-5 күнге созылды. Жұмыс тоқтаған. Құрайыштар ар ойланып, бер ойланып, ақсақалдары кеңесіп, Харам мешітінде бас қосты. Базғылары халықтың арасына кіріп, татуластырмақ та болды. Құрметке әрқайсысы өздерін лайық көріп, бірінің етін бірі жеуден тайынбастай түрі көрсеткен жерлестерінің алдына шығып, сөз сөйлеген қарт Әбу Умайяның ұсынысы былай болды. Уа ағайындар, төбелесте қырғында абырой әпермейді. Құр таластан түк шықпайды. Менің мынадай ұсынысым бар. Анау қақпадан кім бірінші болып енер болса, сол адамнан ақыл сұрайық. Алғаш кірген адамның үкіміне бәріміз разы болайық. Әйтпесе бұл керістің түбі жақсылыққа апармайды. Умайя ақсақалдың ұсынысына тараптардан наразылық білдірген ешкім болмады. Мұхаммадул Амин келе жатыр. Жиналған көпшіліктің көзі Бәни Шайба қақпасында. Көңілдерді күптеткен мәселенің шешімін табатын кім болды екен? Кім келер екен? Қалай шешер екен? Ақыры немен тынбақ? Жұрттың бойын күдік пен үміт қатар билеген. Сөйтіп тұрғанда қақпадан қараңдаған біреудің сұлбасы көрінді. Ұзақта келе жатса да, өзіне тән бойы,
ерекше түр тұлғасы мен жүрісінен оның тым-тырыс қақпаға көз тіккен жұрт жазбай таныды. Қуанғандарынан көбісі айғайлап та жіберді: «Мұхаммедул Әмин келе жатыр! Әл-Әмин, ең сенімді адам! Оның үкіміне ризамыз! Ол не айтса да дұрысын айтады!» Иә, келе жатқан расында да Мұхаммедул Әмин, яғни сенімді Мұхаммед болатын. Баршаның сенімінен шыға білген турашылдығы, шыншылдығы, кісі ақысына аса мән беретіндігімен жұрттың ықыласына бөленгенді. Сондықтан да халық оның келгеніне қатты қуанды. Әрине, пайғамбарымыздың келуі кездейсоқ емес еді. Алланың әмірімен ол пайғамбарлық міндеті жүктелмей тұрып, беретін үкімдерімен, пәтуаларымен, қабылдайтын шешімдерімен туралығына, дұрыстығына қарапайым халықтың көзін тағы бір жеткізуге тиіс еді. Құрайш болған жайды бастан аяқ баяндап беріп, шешімін күтті. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көп ойланып жатпады. «Маған кеңдеу бір шүберек беріңдер» деді. Сұрағаны әкелінді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам шүберекті жерге жайып, қара тасты ортасына қойды. Көпшілік аңырап қарап қалған. Енді не істеуі мүмкін? Әр рудан бір-бір өкіл шығып, әр бұрышынан ұстап қойылатын орнына дейін көтеріп апарсын деді. Айтқандары орындалды. Мұнан соң пайғамбарымыз өз қолымен қара тасты алып орнына қойды. Үлкен құрметке ие болды. Халық көңілі тыншыды. Әрі қарай жөндеу жұмыстары жалғастырылып, өз уақытта тәмамдалды. Осылайша ол қанды қырғынның алдын алып қана қоймай, өзінің әлдеқайда жастар үлкен, өмірлік тәжірибесі мол адамдардан ұтымды ойымен артықшылығын көрсетті. Ақыл жаста емес, баста екенін дәлелдеді. Мұның бәрі әрине илахи күштің арқасы. Қара түсті болғандықтан Хаджарул Асуат аталған осы мүбәрәк тас Қағбаның шығыс жақ бұрышында, жерден 1,5 метр биіктікте есікке жақын орналасқан. 3 үлкен, бірнеше кіші бөліктерден құралған. Айналасы күміспен шеңберлей қоршалған. Кейбір мәліметтерде Рухул Асуат деп те аталады. Бұл тас әу баста Әзіреті Ибрахимге алейхиссалам көктен Жебрейіл періште арқылы түсірілген. Қағбаның қабырғасына қаланғанға дейін Әбу Құбайс тауында сақталған. Кейбір деректерде кездесетін екі дүние сәруары Әзіреті Мұхаммедтің сөзі: «Мен пайғамбар болмастан бұрын Меккеде маған сәлем берген тасты әлі күнге дейін ұмытқан емеспін» дегенде осы Хаджарул Асуатты меңгізеген. Құрметті халифа Әзіреті Омардың бір күні тасқа жақындап, иіліп сүйіп тұрып, былай дегені бар: «Егер Расулалланың сені өпкенін көрмесем, мен сені сүймеген болар едім».